Міне әні дегенше бір жылда аяқталды. Жақында бұл жылмен де қоштасып, келесі жаңа жылды қарсы аламыз. Жаңа жұмыстар, жаңа жобалар басталады. Ал енді өткен жыл несімен есте қалды дегенде, маған шерхантану орталығы, руханият орталығының атқарған жұмыстарына ризамын. Көптеген руханият саласында көптеген жұмыстар атқарылды. Көптеген кітаптар жарыққа шықты. Менің есімде қалғаны халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай аналарды құрметтеп, бәріміз сол анаға қарыздармыз ғой. Менің анам деген үлкен жинақ шығарды. Сонда әрбір белгілі тұлғалардың, белгілі спортшылардың, белгілі ақын жазушылардың, белгілі еңбек ерлерінің өзінің аналары туралы толғаныстар жарияланған. Бұл өте қажет. Әсіресе руханият мәселесінде, қазірдегі үлкен сыйлау, ата-ананы сыйлау мәселесінде бұл өте қажет жұмыс болды деп ойлаймын. Одан кейін жас ақын жазушылардың Тараз қаласы туралы жырларын жинақтап, көздің қарасын деген әдемі бір төс қалтаңа салып жүретін бір ғажап жыр жинағы шығарды. Онда тек қана жас ақындардың, жас ақын қыздардың, жігіттердің өлеңдері жарияланған, жырлары жарасып тұр. 2500 жылдан асқан тарихы бар Таразбен соның бүгінгі ұрпақтарының үндестігі сияқты. Одан кейін тағы басқа да көптеген жобалар қолға алынып, көптеген кітаптар шықты. Бұған дейін бұндай мәселе болмаған, кітап шығарамыз десе қиындыққа тірелген. Мен ойлаймын, енді осы облыстық әкімдікпен, оның мәдениет басқармасымен тіл табыса отырып, өздерінің жобаларының қажетті, керекті екенін түсіндіре отырып, осы жобаларға қол жеткізді деп ойлаймын. Мен тек қана қазір енді асығыста есіме түскендерді ғана айтып отырмын. Басқа да мен сияқты азаматтар, басқа да кісілер осындай пікірлерін айтар деп ойлаймын. Негізі мен жұмысына ризамын. Одан басқа айтпақшы, қаншама ақын жазушылармен кездесіп өткізіп отырмыз. Қаншама кітаптардың тұсаулары кесіліп жатыр. Оның бәрін айта берсек ғажап. Мысалы үшін менің жазушы, майдангер, қазақ детективінің тұңғышы Кемел Тоқаев туралы «Жалғыз қара» деген кітабының керемет тұсаукесері өтті. Ол үлкен достық үйінде өткізді. Ол да бір менің есімде қалатын нәрсе. Одан басқа да жақсы кездесулер өтіп отыр. Ақын жазушылардың шығармалары сол жерде талқыланып, пікір алмасулар өтіп жатыр. Шын мәнінде рухани орталыққа айналды. Шерхан атамыздың атындағы, сол кісінің атын ардақтайтын, атына лайық шын мәніндегі рухани орталыққа айналды. Енді алдағы уақытта келесі жылда бұдан да үлкен жобалар, бұдан да үлкен істерге қол жеткізе берсін деп тілеймін.